Çalımı biz basındayız. Mercedes dayanmay basып отырамыз. Mercedes деген негізі ең мықты машиналардың біріне жатады ғой. Mercedesті алсаң өкінбейсің ғой. Mercedестің шығу тарихы 1900 жылдан бастау болған ғой. Оның компаниялар басында шығарған кезде тікұшақтардың саймандарымен айналысқан, одан кейін екі компания бірігіп Mercedes-Benz деген машина шыққан ғой. Mercedestің ең алғашқы немесі цилиндрлы, 35P4 цилиндр мотордың пайдалы болу жұмыс көлемі 59-13 куб сантиметрді құрап, құрылғының орналасуы классикалық стильде болған екен. Көліктің сыртқы пішінде классикалық түрде орнатылған. Осы үлгі 1902 жылдан бастап Mercedes-Benz сауда белгісімен шығарылған көліктердің негізі ретінде танылды. Топтаманың ең танымал өкілдеріне 40 Бұл жұмыстарды 1923 жылы компанияның басты инженері Фердинанд Проше жалғастырды. Сол жылы көлемі 1568 және 26-14 сымы куб болатын 4 цилиндрлі мотормен жабдықталған көліктерді, ал 1924 жылы 6 цилиндрлі қуаттылығы 100-140 аттың күші болатын танымал 24-140 PS үлгілерінің топтамасын көлемін 62-40 см 3 болатын қозғалтқыштармен жабдықталды. Жақсы. Қарап отырсаңдар достар, осындайдан бастап қалай қазір Мерстар деген дамып кеткені, дамыған соншалық қазір көп сатылымдағы машиналардың бірі. Тұңғыш дизельді қозғалтқышты бар көліктің аты Mercedes-Benz 260-ты. Естерінде болсын достар, осыны жаттап алыңдар. Ал мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі жүздескенше сау болыңыздар. Видео ұнаса лайк басып, коммент қалдырамыз. Аман саулықта жүздескенше сау саламатта болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.